Құрметті оқушылар, жаңа сабағымызды бастамастан бұрын біз өткен материалды есімізге түсіріп қаралық. Кіші жүздің Ресейдің қол астына өтуінің басты 3 себебін есімізге түсірерік. Келесі, кіші жүздің Ресейге қосылу үрдісіндегі басты 3 тұлғаны атаңыз. Кіші жүздің Ресейдің боданы болу тұсындағы басты 3 тарихи оқиғаны түсіндіріңіз. Тарихи сәтте тарихқа енген 3 тарихи датаны еске түсіреміз. Келесі, кіші жүз билеушісінің басты 3 жеке қасиетін сипаттаңыз. Кіші жүз билеушісінің кім екені балалар бәріміздің де есімізде болар. Яғни Әбілқайыр ханның жеке басына тоқталып, қандай сипаттама берер едіңіз? Міне осы мәселелер жөнінде есімізге түсіріп қаралық. Енді назарларыңызды мына суретке аударыңыздар. Суреттің жоғары жағында тұрған әйел адам кім деп ойлайсыздар? Әрине бұл сол кездегі Ресейдің патшайымы Анна Иоанновна. Ал келесі осы суреттегі оң жақта жоғарғы тұрған бұл кім болды екен? Бұл әрине осы кезеңдегі тарихи тұлға кіші жүздің ханы Әбілқайыр бейнеленген. Ал мынау ескі араб әріптермен жазылған жазбада не бар деп ойлайсыздар? Қалай ойлайсыздар? Әрине бұл жазба Әбілқайыр ханның Ресейдің сол кездегі патшайымы Анна Иоанновнаға жазған өтініш хат. Бұл естеріңізге түскен болар. Олай болатын болса, бәрімізде байқап отырған болармыз, балалар. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы 8-ші сынып Қазақстан тарихы, Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуы. Бұл біздің 2-ші сабағымыз екен. Осы сабақтың негізгі оқу мақсаты Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына талдау жасау. Бағалау критерийлері кіші жүздің Ресей бодандығын қабылдауының себебі мен салдарын нақтылайық. Тарихи концепт, себеп және салдар. Зерттеу сұрағымыз осыдан шығатын ең негізгі басты назар аударатынымыз Әбілқайыр ханның Анна Иоанновна патшайымға жазған хатының себептері мен салдары қандай болды? Нәтижесі қандай болды? Міне осыдан келіп, енді мынандай бір ойын сияқты біз бір элементті пайдаланып көрсек, балалар. Мен сіздерге клиент болайын, ал сіздер детективтер команда болсаңыздар. Мен сіздерге мынадай тапсырма берейін, детективтар. Бірінші, неліктен Ресей елшісі Тевкелевтің өміріне қауіп төнді? Екінші, кіші жүзге қатысты Ресей империясы тарапынан қандай қадамдар жасалынды? Келесі, Әбілқайыр ханның билік еткен соңғы жылдары Ресей империясымен қарым-қатынасы неліктен өзгеріп кетті? Осы менің сіздерге қоятын тапсырмаларым осы. Ал детективтер қызметке кірісіп қараңыздаршы. Осы мәселелерді шешіп беріңіздер маған. Енді келесі мәселеміз, мен сіздерге оқулығымыздағы жоқ біраз мәліметтерді бергім келіп тұр. Яғни, мына суретте кілең нелер бейнеленді деп ойлайсыңдар? Әрине хаттар. Бұл жердегі мына біреу ескі араб әріпімен жазылған жазба біздерге таныс болар. Бұны біз жаңа көрдік. Яғни бұл Әбілқайыр ханның Анна Иоанновнаға жазған хат екен. Олай болатын болса, осы хат төңірегінде қазір бірнеше мәселені қарастырамыз. Енді мен сіздерге біраз тың мәліметтерді айтайын. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде Тевкелевтің елшілігі дейтін жазу бар. Яғни, Әбілқайыр ханның жіберген елшілігі 1730 жылдың 30 жылы Ресей астанасы Санкт-Петербургқа барды. Санкт-Петербургқа барып,
1731 жылдың ақпан айында патшаның қабылдауына қол жеткізеді. Міне осы жерде сол Әбілқайыр ханның жіберген елшілігіне көп көмек көрсетіп, екі орада делдалды қызмет атқарған бұл әрине шоқынған татар, бұл Алексей Тевкелев болатын. Енді Ресей патшайымы 1731 жылдың көктемінде осы Тевкелевті басшы қылып, кіші жүзге аттандырды. Бұны біз өткен сабағымыздан есімізде болар. Тевкелев қазақ жеріне келіп, бірнеше ай жүріп келіп, Әбілқайыр ханның ордасында болады. Міне осы жерде Ырғыз және Тобыл өзендерін білеміз. Осы өзендердің арасындағы Майтөбе шатқалы дейтін жазуды көріп отырсыздар балдар, Майтөбе шатқалы міне осы екі өзеннің арасында орналасқан екен. Міне осы Майтөбе шатқалында орналасқан хан ордасында Тевкелев бірнеше күн бойы осы жерде болады. Міне осы жерде сый сияпат алып келген Тевкелевке Ресей патшасы 1 миллион сомға дейін берсең де, осы кіші жүздің антты алып кел, біздің қол астымызға тәуелді қыл қалайда деп, сандықтарға толтырып бірнеше кездеме, жібек маталар, бұлғын ішіктер, әртүрлі қымбат терлерден тігілген бөріктер және Әбілқайыр ханның өзіне өте құнды қару беріп жібереді. Осы кезде Тевкелевтің жанында башқұрт старшинасы Таймас Шаймов та болады. Сонымен кіші жүзге келген орыс елшілігін кіші жүздің өзге билікке жақын жүрген топтар қалай қарсы алды деген сұрақ туады. Міне осы сәтте Әбілқайыр ханның қасындағы оны қолпаштаушылардан басқа келесі бір оппозициялық топ қалыптасады. Бұл топтың негізгі жетекшісі Бөкенбай Батыр болды. Бөкенбай Батыр бізді орысқа сатып кеттің, біз орыстың қол астына бағынышты болмауымыз керек деп ант беруге қарсы әрекет жасайды. Сөйтіп бұл топ Тевкелевтің өміріне үлкен қауіп төндіреді. Әбілқайыр өзінің үлкен ұлы Нұралыға Тевкелевті және оған еріп келген елшіліктің өзге мүшелерін аман сақтау жөнінде тапсырма береді. Бұл кезде қазақ халқының жағдайы да өте қатты қиыншылықтарға тап болады. Себебі мынау патша өкіметі ешқандай да қазақ жеріне қолын созып көмек көрсетпейді. Міне осыны пайдаланған Қалдан Серен, жоңғарлардың қонтайшысы, қазақ жеріне келесі бір үлкен шапқыншылығын бастайды. Осыған жауап ретінде әр аймақтарда жоңғар басқыншыларына қарсы қол жинау науқаны басталады. Қазақ жеріне келген Тевкелевтің осы елшілігінің негізгі нәтижесі не болды деген сұрақ туатын болса, 1731 жылдың қазан айында Майтөбе шатқалында Әбілқайыр хан және сұлтандар 29 старшын Тевкелевке ант береді. Яғни Ресей империясының қол астына өту жөнінде ант береді. Сөйтіп, кіші жүз Ресейдің қол астына бодандыққа өтті. Бұның салдары қалай болды? Не болды? Бұны келесі сабағымызда жалғастырамыз. Енді құрметті оқушылар, осы сабақ жөнінде 9-10 параграфтен тағы да қарап көреміз қосымша. Сабақ туралы ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды маған кері байланыс ретінде мұғалімге хат тақырыбымен жолдарсыздар. Назарларыңызға көп рахмет.